Өрнектерді тепе-тең түрлендіруге есептер шығаратын боламыз. Бізде 243 беттегі тақырып. Сонымен біз бірден есеп қарастырамыз, себебі бұның бәрі өтілген тақырыптар. Сол бойынша біз амалдарды орындаймыз, өрнектерді түрлендіреміз. Бірінші есеп қараймыз. Бұл жерде екі амал бар, азайту және бөлу амалы. Және жақша бар. Ең бірінші біз жақшаның ішін барынша ықшамдап алайық. Сонымен біз жақшаның ішін орындау үшін азайту болғандықтан ортақ бөлім беру керекпіз. Ортақ бөлімі 2m плюс 1-ді берем. Екіншісіне 2m минус 1-ді берем. Содан барып ортақ бөлімге келгеннен кейін келтіріп алып орындай береміз. Сонда болады асты 2m минус 1 көбейту 2m плюс 1. Екеу бар. 2m плюс 1-ден екеу бар. Көбейтпей бірден солай жазайын. Азайту 2m минус 1-ден де екеу бар. 2m минус 1-ден квадраты болады. Бөлуді көбейтуге бірден айландырып жер аламыз. Сонда 4m бөлімге түседі. Үстіне ұқсас мүшені сыртқа шығарып бара жазайын. 10-нан 5 келсе 2m болады. Азайту 1. Сыртта 5 бар. Ары қарай. Енді бірінші жай бөлшекте екіншісімен қысқаратыны бар екен. 2m минус 1 мен 2m минус 1 кетеді. Енді осы тұрған алымын ары қарай жақшаларды ашамыз. Сонда 4m квадрат қосу 4m плюс 1 болады. Азайту 4m квадрат плюс 4m минус 1 болады. Өйткені жақшаның алдында бір минус таңбаның бар екенін ескеру керекпіз. Бөлімде 2m плюс 1 бірден көбейтіп жасап, көбейтіледі 4m және осыған көбейтіліп тұр 1 5 тең. Енді алымында таңбалар әртүрлі сандарды біз жойып жер аламыз. 4m квадрат пен 4m квадрат кетеді, плюс 1 мен минус 1 кетеді. Тек қана қалды 4m және 4m. Сонда қоссақ 8m 8-ден көбейту 5 қалады. Бөлімінде 2m плюс 1 көбейту 4m. Енді үшірде 8m мен 4m қысқартамыз. Емдер кетеді, 8-дің орнында 2 ғана алады. Басқа қысқаратын жоқ. Ондай болса, бөлімінде 10, алымында 10, бөлімінде 2m плюс 1 қалады. Осылай өрнекті ықшам түрге келтіріп аламыз. Екінші есепте бізге теңдеуді шеш дейді. Бұл теңдеуді шеш деген сөз, яғни x-ті тап деген сөз. Ондай болса, x-і барын мен қалдырам, x минус 3-ті қалдырам, тең болады. Мынау бөлімі келесінің алымына бар көбейтіледі. 2,4 көбейтеміз с минус 4-тің квадраты. Бөліміне қараймыз, екі жақшаға келеді. 4 азайту с, 4 плюс с деп осы ашып алуға болады. Енді қараймыз, бұл жерде с минус 4 тұр, бұл жерде 4 минус с тұр. Орнын ауыстырып, бір дейге келтіріп алуға болады. Сонда x минус 3 тең, 1 минус сыртқа шығарамыз, орын ауысқандықтан. Содан кейін с минус 4, келесі жақша 4 плюс с берсін, ал с минус 4-нің квадраты бар, және алдында 2,4 бар. Көбейту. Енді мына жақшаға қарасақ, с минус 4-тен біреу тұр, алдында 2 тұр. Онда алдымен бөлімде болса, онда біз қысқарта аламыз. Осы толығымен кетеді. Алдында біреу кеткендіктен біреу қалады деген сөз квадраттың. Сонымен қалғанын жазамыз. x минус 3-тен x минус 3-тен бөлімінде 2,4 алымында. С минус 4-тің өзі ғана қалды. Ал бөлімінде 4 плюс с. Енді ары қарай ықшамдалмай, мына 3-тен құтылсақ болды. x тең
3 азайту болыпты. Онда ол ары жаққа таңбасы ауысып барады. Сонда 4 минус с 2,4 с минус 4 тұрады. Қосу 3. Енді осы жермен тоқтатуға да болады, немесе 3-ті ортақ бөлім беріп, бөлімге де шығаруға болады. Ондай болса 3-тің бөлімінде бізде 1 бар деп есептейміз, ортақ бөлім берсек, онда осыған 4 минус с-ны береміз, анда 1-ді береміз. Сонда x-іміз тең болады 4 минус с-дан. Мына жерде көбейсек 12, 2,4 с минус 4 қосу 12 азайту 3 болады. Тең, x тең. Енді алымын ықшамдаймыз барынша. 4 азайту с тұра берсін. 2,4 3-ке көбейтеміз. Және 1-ден көбейтіп жасау керек. 1-ден көбейте салайын осы жерде. Жақшаң ішін ашып. Онда ол 2,4 с азайту 16, 48, 9,16 деген сөз. Енді үстіндегі ұқсас мүшелерді қосып, азайтып, біріктіреміз деген сөз. 2,4 с-дан алдымен санды көрейікші. 12-ден 9,16-на азайт дейік. Онда 4, 2,4 қалады екен. Ал 3-тен 2,4 с-ны азайтсақ, минустан қоямыз. 0,16 с қалады. Екеуінен де 0,16-ны шығарып жерге болады екен осы жерде. 0,16-ны шығарсақ, мына жерде 4 қалады, азайту с. Астында 4 азайту с бар. Сонымен 4 азайту с бар кеткенде, x тең болады 0,16. Есептің шешімі 0,16 болады.